Күздің салқын таңы еді. Ауыл шетіндегі ескі үйдің алдында тұрған 25 жастағы Ержан көкжиекке ұзақ қарап тұрды. Анасы Лиза есік алдында үнсіз ғана ұлын бақылап отырған. Ана жүрегі бір нәрсені сезгендей мазасыз. «Балам, бөтен елге барудың қажеті бар ма?» деді Лиза көзіне жас алып. «Анашым, бәрі жақсы болады. Аз ғана уақыт жұмыс істеп, қарыздарымызды жауып қайтамын. Сізді енді ештеңеден тарықтырмаймын», деді Ержан анасын құшақтап. Әкесі ерте қайтыс болғаннан бері Ержан үйдің бар ауыртпалығын көтеріп жүрген еді. Қара жұмыс істеді, құрылысқа барды, күзетші болды. Бірақ тапқан ақшасы үйдің күнделікті шығынынан артылмайтын. Бір күні әлеуметтік желіде шетелде жоғары жалақылы жұмыс ұсынатын адамдармен танысты. Олар бәрін керемет етіп көрсетті. Жол ақысы да, құжат мәселесі де шешілетінін айтты. Ержан көп ойланбады. Анасына жақсы өмір сыйлауды ғана армандады. Бірнеше күннен кейін ол туған ауылмен қоштасты. Автобус терезесінен алыстап бара жатқан үйіне соңғы рет қарағанда Лиза көз жасын жасыра алмай қол бұлғаттырған еді. «Кек аман қайтшы балам» деген сөзі Ержанның құлағында жаңғырып қала берді. Бірнеше мемлекеттен өткен соң Ержан өзін мүлде бөтен әлемде тапты. Алғашқы күндері бәрі жақсы сияқты көрінді. Бірақ көп ұзамай олардың телефондарын жинап алды. Құжаттарын да қайтарып бермеді. «Ертең жұмысқа шығасыңдар», деді қатал жүзді ер адам. Бірақ ертеңінде оларды құрылысқа емес, әскери лагерге алып келді. «Бұл не? Біз жұмыс істеуге келген жоқ па едік?» деді Ержан. Жауап орнына оны икеріп жіберді. «Енді сендердің кері қайтатын жолдарын жоқ». Осы сәтте ғана Ержан үлкен қателік жасағанын түсінді. Келесі күндері оларды қару ұстауға мәжбүрледі. Қарсылық білдіргендерді бүкіл топтың көзінше аяусыз ұратын. Ержан ешкімге зиян тигізгісі келмеді. «Мен соғысу үшін келген жоқпын» деп айқайлады бір күні. Сол сөзінен кейін оны қараңғы жертөлеге қамап тастады. 3 күн бойы дұрыс тамақ бермеді. Шөл қысқанда еденге тамған суды ішкен кездері болды. Жертөленің тар терезесінен аспанға қарап, «Анашым, мені кешіріңіз» деп сыбырлады. Бір аптадан кейін лагерге әуе шабуылы жасалды. Айнала отқа оранып, адамдар жан-жаққа қаша бастады. Ержан да қашуға әрекет етті, бірақ бірнеше қадам ғана жүгіргенде арқасына ауыр соққы тиді. Көзін ашқанда қол аяғы байлаулы жатқанын көрді. Ол енді басқа қарулы топтың тұтқынына айналған еді. Ал алдындағы сақал мұрты өскен бейтаныс адам суық жүзбен: «Сен енді біздің тұтқынымызсың», деді. Ержан көзін ашқанда айналаның тас қараңғы екенін аңғарды. Қолдары артына қайырылып, темір шынжырмен байланған. Аяқтарының жансызданып кеткенін әрең сезді. Төбеден тамшылаған су ғана үнсіздікті бұзып тұр. Кенет ауыр темір есік сықырлап ашылды. Екі қарулы адам ішке кірді. «Орныңнан тұр», деп айқайлады бірі. Ержан орнынан тұруға тырысқанмен әлсіреген денесі оған бағынбады. Сол сәтте әлгі адам еш аяусыз қабырғасына тепті. «Бізге қарсы келгендердің тағдыры осындай болады». Ержан үн қатпады. Ішінен тек «Алла, анамды аман сақтай көр» деп дұға етті. Кешке қарай оны басқа тұтқындар отырған тар бөлмеге алып келді. Іште 10 шақты адам бар екен. Бірі жаралы, бірі әбден жүдеп кеткен. Бұрышта отырған ақ шашты ер адам қазақша: «Балам, Қазақстаннансың ба?» деп жай ғана сұрады. Ержан селк ете қалды. «Иә, менің атым Мұрат. Осы жерде 2 жылдан бері отырмын». 2 жылдан бері. Бұл сөз Ержанның жүрегіне қанжардай қадалды. 2 жыл? Иә, мұнда уақыттың қалай өтетінін ұмытып кетесің. Кейбіреулер бостандыққа шығам деп күтеді, кейбірі үмітін жоғалтады. Сол түні тұтқындарға бір тілім қатқан нан мен аз ғана су берілді. Ержан нанын жей алмай ұзақ отырды. Қарсы алдында 12-13 шамасындағы арық бала отыр екен. Баланың көзі наннан айырылар емес. Ержан үндеместен өз үлесін соған ұсынды. Бала үнсіз алып, көзіне жас алды. «Рахмет». Осы бір ауыз сөз Ержанның жанын одан сайын ауыртты. Соғыс балалардың да балалығын тартып алған еді. Таң ата тұтқындарды сыртқа шығарды. Оларға ауыр қаптарды тасытты. Күннің аптап ыстығы ми қайнатардай. Су сұрағандарды ұрып соғып тастайтын. Бір кезде қарт тұтқындардың бірі шаршап құлап қалды. «Тұрыңдар», деп айқайлады күзетші. Қарт орнынан тұра алмады. Сол сәтте күзетші оны мылтығының дүмімен бірнеше рет ұрды. Ержан шыдай алмай: «Тоқтатыңдар, ол қарт адам ғой», деп айқайлап жіберді. Күзетші ашуға булығып Ержанға қарай бұрылды. «Батыр болып кеттің бе?» Келесі сәтте Ержанның бетіне ауыр соққы тиді. Ол жерге құлап түсті. Бірақ орнынан қайта тұрды. Көзіндегі қорқыныштың орнын мамыз басқан еді. Кешке қарай Мұрат ақсақал сыбырлап: «Ержан, ертең түнде бір маңызды нәрсе айтамын, бірақ ешкімге білдірме». «Не болды?» «Бұл жерден қашып шығудың бір ғана жолы бар». Ержанның жүрегі дүрсілдеп қоя берді.
Расымен, бостандыққа шығатын мүмкіндік бар ма? Әлде бұл тағы бір өлімге бастайтын жол ма? Түн ортасы ауғанда түрмені тыныштық басты. Алыстан анда-санда жарылған снарядтардың үні ғана естіледі. Тұтқындардың көбі әлсіреп ұйықтап кеткен. Мұрат ақсақал Ержанға жақындап, өте бәсең дауыспен: "Ештеңе деме, кек тыңда", деді. Ержан үнсіз басын изеді. "Бұл лагерьде мен 2 жыл отырдым. Осы уақыт ішінде күзетшілердің қай кезде ауысатынын, қай тұста қоршаудың әлсіз екенін байқап жүрдім. 3 күннен кейін түнгі күзет ауысқанда небәрі 5 минутқа ғана артқы қақпа қараусыз қалады. Сонда қашып шығуға бола ма?" деп сыбырлады Ержан. "Болады, бірақ жол өте қауіпті. Көп адам әрекет етті, ешқайсысы қайта оралған жоқ." Бұл сөзден кейін екеуі үнсіз қалды. Келесі күндері Ержан өзін ештеңе болмағандай ұстауға тырысты. Бірақ ішіндегі үміт қайта жанған еді. Күзетшілер ештеңе сезбесін деп бұрынғыдай жұмысын істеді. Бір күні ауыр цемент қаптарын тасып жүргенде қасында жүрген жас жігіт сүрініп құлап түсті. Күзетші оған қарай жүгіріп келіп, аяусыз ұра бастады. "Тұр, жалқау!" Жігіттің мұрнынан қан ақты. Ержан шыдай алмай оны көтермек болғанда, күзетші мылтырын кезеді. "Тағы аралассаң, екеуіңді де жер жастандырамын." Ержан жұдырығын тиді, бірақ үндемеді. Ол бұл жерде ашумен емес, ақылмен аман қалу керектігін түсінген. Сол түні жаңа тұтқындарды алып келді. Олардың арасында қазақша сөйлейтін бір әйел бар екен. "Балам, Қазақстаннансың ба?" деді ол, көзіне жас алып. "Иә, менің 2 балам бар еді. Олардан хабар жоқ." Әйелдің дауысы дірілдеп шықты. Ержан анасы Лизаны есіне алды. Қазір анасы оны тірі ме өлі ме білмей күтіп отырған шығар. "Анашым, мен міндетті түрде ораламын", деп іштей ант етті. Ақыры күткен түнде келді. Ай бұлттың артына жасанған. Қараңғы қашуға қолайлы сияқты. Күзетшілер ауысқан сәтте Мұрат ақсақал: "Қазір", деп сыбырлады. Ержан, Мұрат және тағы 3 тұтқын үн-түнсіз қоршауға қарай жүгірді. Жүректері кеуделерінен шығып кетердей дөсілдеп тұр. Олар тікенек сымға жақындай бергенде кенет: "Тоқтаңдар!" Қараңғылықты оқ дауысы қақ айырды. Бір тұтқын жерге құлап түсті. Тағы бірі аяғынан жараланды. Ержан артына қарамастан жүгіре берді. Бірақ бірнеше секундтан кейін аспанды жарық қылып прожекторлар жанды. Олар әшкереленіп қалған еді. Прожектордың өткір жарығы қараңғылықты тіліп өтті. Ержан көзін көлегейлей бергенде жан-жақтан оқ жауды. "Жерге жатыңдар", деп айқайлады біреу. Бірақ кеш еді. Ержанмен бірге қашқан жас жігіт иығынан оқ тиіп жерге сұлап түсті. "Ержан, мені тастама", деді ол әлсіреген дауыспен. Ержан оны көтермек болып еді. Артынша бірнеше қарулы адам жетіп келді. Мылтықтың дүмі басына сарт ете қалды. Көз алды қарауытып жерге құлады. Есін жиғанда қол аяғы бұрынғыдан да қатты байланып, темір орындыққа отырғызылғанын көрді. Алдында қатыгез жүзді лагерь басшысы тұр екен. "Демек қашпақ болдыңдар?" Ержан үндемеді. "Кім ұйымдастырды?" Жауап болмады. "Айт." Тағы бір соққы. Ержанның ерні жарылып, қан иегіне тамды. "Ешкім ұйымдастырған жоқ", деді әрең. Басшының көзі ашуға толды. "Өтірік айтасың. Сол күні кешке барлық тұтқынды аулаға жинады. Қашуға әрекет жасағандарды жұрттың көзінше жазаламақ болды." Мұрат ақсақалдың жүзі көгеріп кеткен. Бірақ ол Ержанға қарап басын сәл ғана изеді. Бұл берілме деген ишара еді. Күзетші: "Тағы біреу қашуға әрекет етсе, тағдыры осылай болады", деп айқайлады. Сол сәтте жараланған жігітті бәрінің көз алдында алып кетті. Ол артына бұрылып: "Анамды сағындым" деген сөзді ғана айтып үлгерді. Содан кейін оны ешкім қайта көрмеді. Тұтқындардың арасында ауыр үнсіздік орнады. Күнде Ержан көзіле алмады. Жанында жатқан Мұрат ақсақал жай ғана: "Бүгін біз жеңілдік, бірақ соғыс әлі біткен жоқ балам. Мен анама қайта ораламын деп уәде бердім. Сол уәден сені тірі ұстайды." Ержан төбедегі тар саңылаудан көрінген жұлдыздарға ұзақ қарады. Сол жұлдыздардың астында Қазақстан да бар еді. Сол жерде анасы Лиза әркеш сайын жай намазын жайып: "Уа жаратқан, баламды аман қайта көргіз", деп көз жасын төгіп отырғанын Ержан қайдан білсін? Бірақ дәл сол түні лагерге күтпеген хабар жетті. Сырттан бір әскери көлік келіп тоқтады. Қарулы адамдардың әңгімесінен Ержан бір сөзді ғана анық естіді: "Тұтқындарды басқа жерге көшіреміз." Бұл олардың өміріндегі жаңа сынақтың басталуы еді. Таң әлі ата қоймаған. Суық жел құмды ұшырып, лагердің айналасын тұман секілді шаң басып тұрды. Темір есік тарс ашылды. "Барлығын сыртқа шығыңдар", деп айқайлады күзетшілер. Тұтқындардың қолдарын артына қайырып байлап, бірінен соң бірін жүк көлігіне тией бастады. Ержан Мұрат ақсақалдың қасына отырып қалуға тырысты. "Балам, не болса да сабыр сақта", деді ақсақал сыбырлап. Жүк көлігі қозғалғанда тұтқындардың жүрегі де белгісіздікке қарай бет алғандай болды.
Жол бірнеше сағатқа созылды. Аптап ыстықтан көліктің іші демалуға келмейтін пешке айналды. Су берілмеді. Кейбір тұтқындар шөлден есінен танып қалды. Ержанның бәл жанында отырған жас жігіт: «Ағатай, бір жұтым су болса екен», деп күбірледі. Бірақ күзетшілер мазақтап күлді. «Су керек пе? Бостандыққа шыққанда шерсін». Бұл сөздер тұтқындардың жүрегін одан әрі ауырлатты. Түс ауа керуен пираған бір қаланың шетіне тоқтады. Ғимараттардың орны ғана қалған. Терезелері жоқ үйлер, күйіп кеткен көліктер, соғыстың ізі әр жерде көрініп тұр. Оларды ескі түрме ғимаратына кіргізді. Бұл жер бұрынғысынан да қорқынышты еді. Қабырғаларда оқтың іздері, еденде кепкен қандақтары. Ержанның жүрегі шымете қалды. «Мұнда қанша адам азап шекті екен?» деп сыбырлады. Түнде көрші камерадан әлсіз дауыс естілді. «Қазақ бар ма?» Ержан елең ете қалды. «Бар, мен қазақпын». Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын әлгі дауыс: «Менің атым Данияр. Мен онда 3 жылдан бері отырмын». 3 жыл. «Елден хабарың бар ма?» деп сұрады Данияр. «Жоқ. Мен де жоқ. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Үмітіңді жоғалтсаң, бұл жер сені тірідей жұтады». Ержан сол түні көз іле алмады. Келесі күні таңертең күзетшілер камераларды аралап жүрді. Бір кезде олардың бірі Ержанға тоқтады. «Сен Қазақстаннансың ба?» Ержан үнсіз басын изеді. Күзетші бір сәт ойланып тұрды да: «Ертең сені басқа жерге алып кетеді». «Қайда?» «Оны барған соң білесің». Осы сөзден кейін ол бұрылып кетіп қалды. Ержанның көңіліне күдік ұялады. Бұл бостандыққа бастар жол ма? Әлде бұрынғысынан да ауыр азаптың басы ма? Ол камераның тар терезесінен аспанға қарап іштей: «Анашым, мен әлі тірімін. Мені күте беріңіз», деп сыбырлады. Сол сәтте алыстан тағы да жарылыстың жаңғырығы естілді. Ержанды алда қандай тағдыр күтіп тұрғанын ешкім білмейтін. Таң бозара бастағанда камераның темір есігі сарт етіп ашылды. «Ержан, сыртқа шық!» деп айқайлады күзетші. Ержанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Кеше айтқан сөздері есіне түсті. Ертең сені басқа жерге алып кетеді. Ол үнсіз орнынан тұрды. Қолына кісен салынды. Дәлізбен келе жатқанда көрші камерадан Даниярдың дауысы естілді. «Бауырым, қандай жағдай болса да үмітімді жоғалтпа». Ержан артына бұрылып үлгермеді. Оны сыртта күтіп тұрған көлікке отырғызды. Жол бойы көзін қара матамен байлап қойған. Көлік кейде ойлы қарлы жолмен шайқалып, кейде ұзақ уақыт тоқтамай жүрді. Бірнеше сағаттан кейін көлік тоқтады. Көзіндегі таңғышты шешкенде ол қираған үлкен ғимараттың алдында тұрғанын көрді. Бұл жерде басқа да тұтқындар бар екен. Бірақ олардың түрі бұрынғы лагердегілерден өзгеше еді. Кейбірі әртүрлі елден азаматтар болатын. Түстен кейін Ержанды шағын бөлмеге алып кірді. Іште орта жастағы бір ер адам отыр екен. Ол қазақша сөйлегенде Ержан таңғалып кетті. «Қорықпа інім, менің атым Самат, мен де Қазақстаннанмын». «Сіз де тұтқынсыз ба?» «Иә, бірақ мен мұнда 4 жылдан бері жүрмін». Саматтың жүзі жүдеп кеткенімен жанарында сөнбеген үміт бар еді. «Соңғы кездері жағдай өзгеріп жатыр», деді ол баяу үнмен. «Кейбір тұтқындарды халықаралық ұйымдардың көмегімен босатып жатыр деген әңгіме бар». Ержанның жүрегі атқақтап кетті. «Сонда бізде елге оралуымыз мүмкін бе?» Самат күлімсірегендей болды. «Үміт бар інім, үміт бар». Кешке қарай сырттан тағы да жарылыстардың дауысы естілді. Күзетшілер абыр-сабыр болып бір жерге жүгіріп жатты. Самат сыбырлап: «Бірдеңе болып жатыр, соғыс жақындап қалған сияқты». Сол түні Ержан ұзақ ұйықтай алмады. Ол анасы Лизаны көз алдына елестетті. Анасы баяғыда есік алдында тұрып: «Балам, аман қайтшы» деп қол бұлғап тұрғандай көрінді. Ержанның көзінен еріксіз жас ағып кетті. «Мен қайтамын анашым, қандай қиындық болса да қайтамын». Таң алдында дәлізде аяқ тымыстары көбейді. Бір күзетші асығыс келіп, екіншісіне айқайлады: «Жиналыңдар, бұл аймаққа әскери күштер жақындап қалды. Тұтқындарды көшіруге уақыт жоқ». Самат пен Ержан бір-біріне қарады. Олардың жүрегінде алғаш рет шынайы үміт оянды. Таң ата бере сырттан үздіксіз жарылыстар естілді. Жер сілкінгендей дірілдеп тұрды. Түрме қабырғасынан сылақтар үгітіліп түсіп жатты. Күзетшілер абыр-сабыр бол, бір-біріне айқайлап жүгіріп жүрді. «Тез, барлығы сыртқа шықсын». Бірақ олардың өздері де не істерін білмейтіндей еді. Ержан мен Самат камераның бұрышында үнсіз тұрды. «Бұл біздің мүмкіндігіміз болуы мүмкін», деді Самат сыбырлап. Сол сәтте дәліздің ар жағынан қатты жарылыс болып, жарық сөніп қалды. Темір есіктердің кейбірі өздігінен ашылып кетті. Тұтқындар жан-жаққа жүгіре бастады. «Ержан, менімен жүр», деді Самат. Екеуі қираған дәлізбен еңкейіп жүгірді. Түтіннен көз ашу қиын еді. Бір бұрышқа бұрылғанда жараланған күзетші жерде жатқан көрді. Ол орнынан тұра алмай әлсіз ғана ыңырсып жатты.
Ержан оның жанынан өте бергенде, күзетші қолын созды. Су, өтінемін. Самат, жүр, уақытымыз жоқ, деп асықтырды. Бірақ Ержан бір сәтке тоқтады. Жерде жатқан бөтелкедегі суды алып, әлгі адамның ерніне тигізді. Күзетші таңдана қарап қалды. Неге? Мен сенің жауыңмын. Ержан ауыр күрсінді. Соғыс бәрімізді жау етті, бірақ адамдығымызды жоғалтпауымыз керек. Осыны айтып ол Саматтың соңынан жүгіріп кетті. Олар сыртқа шыққанда айналаны қою түтін басып кеткен еді. Алыстан әскери техникалардың дыбысы естілді. Кенет аспаннан тікұшақтар көрінді, бірақ олардың қай жақтың әскер екенін ешкім білмейтін. Самат, ана қираған ғимаратқа қарай. Екеуі бар күшімен жүгірді. Дәл сол сәтте арттарынан оқ атылды. Оқ Ержанның дәл жанынан зу етіп өтті. Тағы бір оқ Саматтың аяғына тиді. Ах! Самат жерге құлап түсті. Кете бер, мені күтпе, деді ол тісін қысып. Жоқ, сізді тастамаймын. Ержан Саматты иығына көтеріп сүйрей жөнелді. Олар қираған қабырғаның тасасына жеткенде, айнала бір сәтке тынышталып қалғандай болды. Кенет алыстан қазақ тілінде айтылған сөз құлағына жетті. Тірі қалғандар болса қорықпаңдар, біз көмекке келдік. Ержан өз құлағына өзі сенбеді. Қазақ тілі. Көзінен жас парлап кетті. Анашым, мен елге қайтатын шығармын. Бірақ дәл сол сәтте тағы бір қатты жарылыс болып, қираған қабырға үстілеріне құлай бастады. Қабырғаның үлкен бөлігі гүрс етіп құлады. Ержан бар күшін салып Саматты итерін жіберді. Екеуі тас үйіндісінің астында қалмай аман қалды. Бірақ Ержанның сол иығына ауыр тас тиіп, өткір ауырсыну бүкіл денесіне тарады. Ержан, жағдайың қалай? Деп айқайлады Самат. Жақсымын, жүре аламын. Шын мәнінде әр қадамы жанын қинап тұрды. Бірақ тоқтауға болмайтынын ол жақсы түсінді. Олар қираған ғимараттардың арасымен еңкейіп алға жылжыды. Арт жақтан оқ атылған дыбыстар бәсеңдегенімен, қауіп әлі де сейілмеген еді. Бірнеше минуттан кейін олар жертөле есін көрді. Ішіне кірсе, онда әйелдер мен балалар тығылып отыр екен. Кейбірі жараланған, кейбірі қорқыныштан үнсіз жылап отыр. Егде жастағы әйел Ержанға қарап: «Балам, сыртта не болып жатыр?» деп сұрады. «Білмеймін апа, бірақ үміт бар, көмек келіп жатқан сияқты». Бұл сөздерді айтқанда, Ержанның өзі де сол үмітке сенгісі келді. Көп ұзамай сырттан дауыс естілді. «Бейбіт тұрғындар болсаңдар, қолдарыңды көтеріп шығыңдар». Дауыс анық әрі сенімді шықты. Самат Ержанға қарады. «Тәуекел етеміз бе?» Ержан басын изеді. Басқа жол жоқ. Екеуі жертөледен баяу шықты, қолдарын жоғары көтерді. Алдарынан әскери киім киген сарбаздар көрінді. Олар тұтқындарды қауіпсіз жерге жинап жатты. Бір сарбаз қазақ тілінде: «Қазақстан азаматы бар ма?» деп дауыстады. Ержанның көзінен жас ыршып кетті. Мен Қазақстаннанмын». Сарбаз дереу жанына келді. «Сабыр сақтаңыз, сіздер қауіпсіз жерге жеткізілесіздер, барлығы тексеріледі». Ержан тізерлеп отырып қалды. Көп жылдан бері алғаш рет өзін қауіпсіз сезінді. Кешке қарай оларды уақытша лагерге жеткізді. Дәрігерлер жараларын таңып, су мен тамақ берді. Ержан қолына ыстық шайды ұстағанда көз жасын тия алмады. Қарапайым ғана бір кесе шай оған туған елін еске салды. Сол түні ол алғаш рет тыныш ұйықтады. Бірақ ұйқысының арасында анасының даусы естілгендей болды. «Балам, үйге қайт». Ержан селк етіп оянды. Енді оның жалғыз арманы бар еді: Қазақстанға оралу. Алайда дәрігерлердің бірі оның аты жөнін тексеріп отырып, қабағын түйіп қалды. «Қызық, сіздің құжаттарыңыз табылмапты». Ержанның жүрегі тағы да дүрсілдеп кетті. Еліне қайту жолы әлі аяқталмаған екен. Таңертең Ержанды халықаралық гуманитарлық орталықтың шатырындағы шағын кабинетке шақырды. Стел басында отырған қызметкер оған жылы жүзбен қарады. «Атыңыз?» «Ержан». «Тегіңіз?» Ержан барлық мәліметін айтып шықты. Қызметкер компьютерден ұзақ іздеді. Бір кезде жүзі өзгеріп кетті. «Сізді Қазақстан бірнеше жылдан бері іздеуде болған». Ержан үнсіз қалды. «Анаңыз да бірнеше рет сізді іздеу туралы өтініш қалдырған». Осы сөзді естігенде Ержанның жүрегі шым ете түсті. «Анам тірі ме?» «Иә, біздегі соңғы мәлімет бойынша аман». Ержан екі қолымен жүзін жауып, еріксіз жылап жіберді. Көп жылдан бері жиналған мұң, сағыныш пен үміт сол сәтте көз жасына айналды. Бірнеше күннен кейін оның жеке басы толық расталды. Қазақстанның өкілдері келіп, құжаттарын рәсімдей бастады. «Жақында еліңізге қайтасыз», деді олардың бірі. Ержан бір сәт үнсіз қалды. «Самат ше?» «Оның да құжаттары дайындалып жатыр». Бұл хабар екеуіне де үлкен қуаныш болды. Ұшаққа мінер күні Ержан соңғы рет Сирияның көкжиегіне көз салды. Қираған үйлер, түтін,
соғыс жұтқан тағдырлар. Бұл жер оның өмірінен бірнеше жылын тартып алған еді. Бірақ ең бастысы, үмітін тартып ала алмады. Ұшақ көкке көтерілгенде Ержан ақырын ғана «Қош бол. Енді мұндай қасірет ешкімнің басына келмесін» деп сыбырлады. Бірнеше сағаттан кейін ұшақ Қазақтан жеріне қонды. Ержан баспалдақпен төмен түскенде, туған жердің самал жерін терең жұтып, тізерлей отырып, маңдайын жерге тигізді. Рахмет Алла. Әуежайдың күту залында жиналған адамдардың арасынан бір әйел алға қарай жүгірді. Ержан! Бұл анасы Лиза еді. Шашына ақ кірген, жүзіне жылдардың ізі түскен. Ержан да оған қарай жүгірді. Екеуі құшақтасқан күйі ұзақ тұрды. Балам, мен сенің келетініңе сендім. Кешіріңіз анашым, сізді көп жыл күттіріп қойдым. Екеуінің көз жасы айналасында тұрғандарында жүрегін елжіретті. Сол күні Ержан анасына бір ғана уәде берді. Енді ешқашан сізді жалғыз қалдырмаймын. Бірақ оның жүрегінде Сирияда қалған достары мен көрген қасіреттердің ізі әлі де жазылмаған еді. Қазақстанға оралғанына 3 ай өтсе де, Ержанның жаны толық тыныстала қойған жоқ. Түн сайын бірдей түс көретін қараңғы камера, темір есіктің тарс жабылған дыбысы, жарылыстар, көмек сұраған адамдардың дауысы. Ержан шошып оянып, маңдайынан аққан терді сүртетін. Осы кезде бөлермесінің есігі ақырын ашылып, анасы Лиза кіретін. Балам, тағы түс көрдің бе? Ержан үндемей басын изеді. Лиза ұлының маңдайынан сипап: Енді бәрі артта қалды, сен үйдесің балам дейтін. Уақыт өте келе Ержан дәрігерлер мен психологтардың көмегіне жүгінді. Басында ол ешкіммен сөйлескісі келмеді. Бірақ бір күні бәрін айтып шықты. Сол күннен кейін кеудесіндегі ауыр жүк біртіндеп жеңілдей бастағандай болды. Анасы да әрдайым жанынан табылды. Сен аман келгенінің өзі үлкен бақыт дейтін Лиза. Бір күні Ержан мектепке шақырылды. Жоғары сынып оқушыларына өмір туралы әңгіме айтып беруін өтінді. Ол балалардың алдына шыққанда біраз үнсіз тұрды. Сосын баяу ғана сөз бастады. Мен де сенде сияқты арманы көк қарапайым жігіт едім. Бірақ оңай ақша табамын деп, кексерілмеген адамдарға сеніп, өмірімдегі ең үлкен қателікті жасадым. Залда тыныштық орнады. Ешқашан белгісіз адамдардың сөзіне ермеңдер. Қандай жұмыс болса да, оның заңдылығын тексеріңдер. Бір ғана қате шешім бүкіл өмірлерінде өзгертіп жіберуі мүмкін. Балалардың жүзінен ойланғандық байқалды. Көп ұзамай Ержан тұрақты жұмысқа орналасты. Бір күні жұмыстан үйіне келе жатқанда, анасы аулада гүл егіп жүр екен. Анашым? Иә балам? Сол кезде мені күткеніңіз үшін рахмет. Лиза күлімсіреп. Ана баласын күтуден ешқашан шаршамайды. Екеуі үнсіз құшақтасты. Кешке қарай Ержан илім ауласына шығып, аспанға қарады. Сол жұлдыздар. Кезінде Сириядағы тар камераның кішкентай терезесінен де дәл осы жұлдыздарға қарап, туған ерін армандаушы еді. Бүгін сол арманы орындалған. Ол керенге малып. Уа жаратқан, енді жер бетінде ешбір ана баласын соғыста жоғалтпасын. Ешбір адам тұтқынның азабын көрмесін деп дұға етті. Самал жел баяу есіп тұрды. Бұл жел оған туған жердің тыныштығын сездірді. Ержан енді өткеннің жарасын ешқашан ұмытпайтын. Бірақ сол жара оған өмірдің, отбасының, бейбітшіліктің және еркіндіктің қадірін үйреткен еді. Ол көкжиекке ұзақ қарап тұрды. Жүрегінде қорқыныш емес, үміт бар еді. Құрметті көрермен, әңгімеміз сізге ұнаса, арнамызға тіркеліп, бейне жазбаға лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікірге өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Келесі жолы қандай тақырыптағы әсерлі әңгіме тыңдағыңыз келеді? Ұсыныстарыңызды міндетті түрде жазыңыздар. Қолдауларыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.